Күн сәрсенбі, уақыт 19:00. Сұхбаттайым эфирде. Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы алғашқы жаңа қазақ ақындарының антологиясы Әзербайжан тілінде жарық көрді. Ал енді менің және сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін Шамшадинова Анар Амангелдіқызы, ақын, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, Жанартау шығармашылық жастар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі. Анар Амангелдіқызы, қош келдіңіз студиямызға. Енді сұрақ бізден болсын, жауап сізден болсын, біз бастаймыз. Әзербайжан тілінде қазақ ақындарының алғашқы антологиясы жарық көрді. Бұл ретте Бакуде түркі тілдес елдерінің ақындары бас қосты. Маңғыстаудан сіздің барғаныңызды білеміз. Шараның қалай өткені туралы алдымен айтып берсеңіз. Кеш жарық, қымбатты көрермендер, Нұрбол. Мен бүгін ғана Әзербайжан Республикасы Баку қаласынан ұшақтан түстім. Шынымды айтсам, түнімен ұйықтаған жоқпын. Дегенмен сол елден алып келген әсеріммен бөлісейін деп сіздердің хабарларыңызға келіп отырмын. Бұл енді қазақ ақындарының алғашқы антологиясы, өзіміздің бауырлас, көршілес Әзербайжан тілінде кітап ретінде, жинақ ретінде, антология ретінде алғаш рет жарық көріп тұр. Яғни тарихи оқиға деп айтуға болады. Біздің әдебиетіміз үшін, әсіресе оның ішінде қазіргі жас буын ақындар үшін үлкен тарихи маңызды керемет оқиға орын алды. Желтоқсанның 1 күні Қазақстаннан 19 ақын Бакуге бет алған болатынбыз. Қазақстанның әр түкпірінен Қарағанды, Ақтөбе, Алматы, Астана, Ақтау қаласынан, Екібастұз бәрімізді Әзербайжандағы Баку қаласындағы түркі тілдес түркі мемлекеттерінің жас ақындарының бірлестігі, яғни одағы бар. Сол одақтың басшысы Акбер Гошалы деген мырза. Бұл ақын, Әзербайжанда танымал қаламгер. Сол кісінің шақыртуымен біз барған болатынбыз. Айта кететінім, осы сапарыма Маңғыстау облысының әкімдігі қолдау көрсетті. Өйткені облыс әкіміне арнайы хат келген болатын. Өйткені енді Маңғыстаудың қазақ ақындарының ішінде енді Маңғыстау ақынының жүргенінде әрине қуанышты. Мен үшін қуанышты жағдай болды. Желтоқсанның 1-інде барған сапарымыз міне бүгін желтоқсанның 6-сы күні ғана тәмамдалды. Өте үлкен әсермен оралдық. 5 күн бойы әзербайжандық бауырларымыз, әріптестеріміз, ақындар, тек қана бір қызығы ақындар емес, парламент депутаттары, мемлекеттік билік өкілдері, қоғам қайраткерлері, егер осылай айтсам қателеспеймін, аяқтарынан тік тұрып, біздің Қазақстаннан келген жас буын өкілдерін қарсы алды. Өте үлкен әсермен оралдық. Кітап сіздің қолыңызда. Кітапты көрсетіп жіберейін, құрметті көрермендер. Міне 63-ші бетте жерлесіміз Анар Шамшадинованың өлеңдері Әзербайжан тілінде жарық көрді. Енді бұл шынында да біздің Маңғыстау үшін үлкен жаңалық. Себебі маңғыстаулықтарды, Қазақстанның ақындарын былайша айтқанда түркі тілдес бауырлас Әзербайжан елдері мойындады деуге болады. Сыртқы кітап. Жалғастыра беріңіз. Сонымен Қазақстаннан қай өңірлерден болды, қанша адам қатысты? Қазақстанның түкпір-түкпірінен 19 адам бардық. Ал жалпы 4 күндік форумға Түркия мемлекетінен, Якутия мемлекетінен, Өзбекстан, Татарстан, Қырғызстан, Әзербайжан мемлекеттерінен көптеген ақындар жиналды. Үлкен шара болды. Мақсаты бұл түркі тілдес мемлекеттердің ақындарының басын біріктіру. Сондай-ақ мына қазақ антологиясының тұсаукесері болатын. Енді Әзербайжандағы күндер өте әдебиет үшін, ақындар үшін әсерлі болды. Өйткені біз поэзия үйінде болдық. Бұл мемлекеттің басшысы бұрынғы Гейдар Алиев атындағы үлкен орталық бар екен. Керемет орталықта мұражай орналасқан, оқу залдары, үйірмелер жұмыс істейді екен. Бұндай орталықтар Әзербайжан бойынша 57 ауыл қалада бар екен. Дәл сол үлкен орталықтың жанынан аппақ болып, ақмаржандай, аппақ тастан қалаған
поэзия үйі бар екен. Өте әдемі ғимарат. Біздер енді мен жақында ғана облыс әкімі Ералы Тоғжановтың басқосуында болған кезімде осы маңғыстаулық қаламгерлердің бір бас тірейтін жері жоқ екендігінің, Қазақстан Жазушылар одағының филиалы бізде аты бар, керемет төрағасы бар, бірақ заты жоқ, кеңсесі жоқ, материалдық, техникалық ешқандай құрал жабдығы негізі жоқ. Сондықтан ол жұмыс істей алмайды. Осы бағытта мен облыс басшысына қаламгерлер үйін ашайық, немесе шығармашылық үйін салайық деген ұсыныс айтқан болатынмын. Бұл енді бұған қайтып оралармыз. Енді мұнан білгім келіп тұр. Әзербайжан тілінде жарық көрді, құрмет көрсетілді, бардыңыз, көрдіңіз. Бұған дейін қай тілдерде шығып еді жалпы өлеңдеріңіз? Жалпы бұған дейін өткен жылы, 2016 жылы қазақтың Абайдан бастаған ең қуаныштысы, ол жерде керемет ақындарымыз, классиктеріміздің барлығы кірген. Фариза бар, Мұқағали, Абайымыз бар. Солардың қатарында испан тілінде алғашқы қазақ антология жарық көрген болатын. Ол антологияға да Алла бұйыртып, менің де өлеңдерім енді. Испанияның Мадрид қаласында керемет астанасында болып келдіңіз. Астанасында. Керемет. Ол сапарымыз тіпті 10 күнге созылды. Сондықтан мен ойлаймын, қазақ ақындарының, қазақ әдебиетінің бір жаңа бір кезеңі, алтын кезеңі сияқты болып маған көрінеді. Өйткені осы кезге дейін бірлі жарлы ақындар әртүрлі елдердің өлеңдері әртүрлі елдердің тілдеріне аударылып та жүрген шығар. Бірақ мынандай антология ретінде бір тұтас мойындалып, бір тұтас антология болып жарық көруі испан тілінде, Әзербайжан тілінде бұл алғаш рет. Енді бұйырса бұл жоба жалғасады деген үміттеміз. Алда Англия мемлекеті қазақ ақындарын оқысы келеді екен. Түркиялықтар, өзіміздің бауырларымыз, мүмкін келесі жылдары сол жобалар жүзеге асады деп ойлаймыз. Яғни болашақта басқа тілдерге де аударылса дейсіз. Керемет, енді шынында да үлкен құрмет, мақтануға тұрарлық жағдай. Енді сіздің жаңалығыңызбен бөлісіп отқаныңыз енді үлкен жаңалық деп білеміз. Мына дүниежүзі түркі мемлекеттері жас ақындарының одағы қазақтың қара өлеңі үшін арнап алғысты сөзбен емес, жаңағыдай хатпен де жеткізген екен. Көрсетіп жіберейік. Марапаттаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Әрине, енді бір қызығы, Әзербайжан бауырларымыздың тәнті қылған бір мінезі, бұлар туған тілдерін, ана тілдерін керемет сүйеді. Сондықтан барлық басқосуларда, ол жерде татар отырсын, қырғыз отырсын, өзбек отырсын, кім отырсын, олар өз тілінде сөйлейді. Яғни ана тіліне деген құрмет ерекше дейсіз? Ерекше. Біз де өз тілімізде өлеңімізді оқыдық, өз тілімізде сөйлей бастадық. Енді түсіне ма, түсінбей ма деп сол жердің жаңағы Бакудегі мемлекеттік телеарнаменен сұхбат алып, арнайы бір бөлмеге апарып, менен жаңа сұхбат алып жатқан кезде мен сұрадым, қай тілде сөйлейін деп едім. Журналист үлкенірек апай екен, менің бетіме таңдана бітіп күлімсіреп қарап, әрине өз тіліңде деді. Сол кезде мен бір жағынан өзімнің тілім үшін қуандым, бір жағынан өзім тілім үшін қиналдым. Өйткені біз енді басқа тілдерге көбірек жүгінеміз, саясатымыз кішкене басқарақ дегенмен, біз сол 4 күн бойы өз тілімізде сөйледік. Әзербайжандар өз тілінде сөйледі, бірақ бір-бірімізбен түсіністік, достасып кетерде, енді сізге өтірік маған шын, қимай жылап қоштастық деуге болады. Керемет. Енді шынымен де. Енді мына Бакуде болдыңыз, көргеніңіз және түйгеніңіз. Үйренеріміз бар ма? Әрине, бұл кісілердің салт дәстүріне қай жағынан алға шығып кеткен, алға кеткен? Салт дәстүріне, енді экономикалық деңгейін мен ойлаймын, Қазақстан басып озбаса кейін қалмайды. Әзербайжан мемлекетінен ондай алып өндірістер, өнеркәсіптік орталықтар көп емес, жоқтың қасы, көбіне жаңа тасымалмен. Мәдени саласын айтқанда. Бірақ мәдениет жағынан, өнер жағынан олар өте өзінің дінін сақтаған, өзінің дітін бермеген керемет ұлт екен. Туған тілдерінде сөйлейді. Қала көшелерінде жаңағы мекеменің аты жөндерін, атын, әртүрлі атауларды тек Әзербайжан тілінде көресіз.
тек қана Азербайжан тілінде сөйлейді. Сондай-ақ тағы бір таңғалғаным, бұл ұлт өкілдері өздерінің ұлт көшбасшысы әлемге белгілі Гейдар Алиевті өте қатты құрмет тұтады екен. Оған деген сүйіспеншілігі шексіз. Мен Гейдар Алиевтің атындағы үлкен орталықта болдым. Сол кезде жаңағы жүргізіп тұрған қыздың айтқан сөздері шынымен де жүректен айтып тұр. Біздер Гейдар Алиевтің туған күнінде қатты қуанамыз, шаттанамыз, тойлаймыз, ал ол қайтыс болған күні біз қайғырамыз, біз жылаймыз дейді. Бұл не деген? Ұлт көшбасшысына деген сүйіспеншілік деп таңғалдым. Енді қазақта сөз бар ғой, патша құдайдың көлеңкесі дейді. Мен ойлаймын, сол арқылы бұл ұлттың бірігуі, бірліктің, татулықтың бір белгісіндей көрдім. Ойлаймын, ол өзінің ұлт үшін, өзінің мемлекет үшін қандай еңбек сіңірсе, халқы оны одан сайын жақсы көріп, одан сайын құрмет тұтуда. Ойлаймын, енді бізге бұл жағынан үлгі алу керек сияқты болып көрінді. Түсінікті. Енді сіздің бұлай негізгі жұмыстарыңызға тоқтасақ, Жанартау қоғамдық бірлестігінің бастамасымен Бағзыда бастау алған мәңгілік ел поэзия кеші өтті. Поэзия сүйер қауым бұл кешке көп жиналған шығар? Жалпы енді мен өзімнің негізгі қызметім бар. Кәсіби әскерилендірілген авариялық құтқару қызметі республикалық мемлекеттік кәсіпорны Маңғыстау филиалында жұмыс істеймін. Бұл мекемемнің бағыты мұнай кен орындарындағы авариялық құтқару қызметімен айналысады. Мен сонда тіл маманы болып жұмыс істеймін. Негізгі жұмысыңыз? Негізгі жұмысым. Бірақ енді мен өзім осыдан 10 жыл бұрын құрылған Жанартау қоғамдық бірлестігінің төрайымы болып саналам. Ондағы мақсатымыз жастар шығармашылығын дамыту, талантты жастарды біріктіру, оларды сахнаға шығару. Бұл менің өзімнің жүрегіме жақын, жаныма жақын дүние. Сондықтан бұл жұмысты мен қоғамдық жұмыс болса да жан тәніммен жақсы көріп жасаймын. Биыл Ақтау қалалық ішкі саясат бөлімінің мәңгілік ел деген жобасын Жанартау ұтып алған болатын. Сол жобаның аясында Бағыздан бастау алған Маңғыстау деген үлкен поэзия кешін өткіздік. Осы поэзия кешінен бұрын елім менің деген аймақтық мүшәйра өткіздік. Бұндағы мақсатымыз жаңағы туған елге деген, енді қазір рухани жаңғырудың аясында туған елге тағзым дейміз. Жалпы бұл нәрсенің барлығы, мен ойлаймын, өзіміздің еліміз үшін, жеріміз үшін, әрбір адамның, әрбір жастың адам болып қалыптасу үшін, жаңағы басқа жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді. Мен өзім туған жерімді, өзімнің туған елімді шексіз сүйетін адаммын. Сондықтан ойлаймын, әрбір жас, әрбір азамат туған жерін сүйсе, тек сөзбен ғана емес, іспен, соған қандай да бір оның дамуына, өнеріне болсын, мәдениетіне болсын, экономикасына болсын, дамуына қандай да бір үлес қосса, біздің еліміз дамыр еді. Біздің еліміз шынында да бір күні мәңгілік ел болар ма еді деп ойлаймын. Яғни рухани жаңғыру деген олымыз осы дейсіз ба? Түсінікті. Енді ақындар мүшәйрасынан жүлделі орын алғандар кімдер? Ат жөндерін атап өтсеңіздер. Жастар, сосын жаңа есімдер бар ма? Жалпы енді бұл Жанартаудың биыл құрылғанына 10 жыл болып отыр. Біз бір жағынан жаңа мүшәйраның поэзия кешінде қайта-қайта сол Жанартаудың 10 жылдығы деп атап өтуге тырыстық. Енді үлкен көлемде поэзия кештерін жасауға әрине болады. Бірақ енді соңғы кезде түрлі шаралар өтіп жатыр елімізде. Түрлі басқа да бағытта жаңа рухани жаңғыру аясында іс-шаралар өтіп жатыр. Сондықтан ойлаймын, келесі жылы мүмкін үлкен сондай Жанартаудың 10 жылдығы деп поэзия кешін өткіземіз деп ойлаймын. Сондықтан бұл мүшәйраға жанартаулықтар көп қатысты. Және жүлделі орындарды сол жанартаулық ақындар бөліске салды. Осы Жанартаудың қабырғасынан шыққан деуге болады. Асылбек Жаңбырбай деген жерлесіміз бейнеулік жас ақын, талантты ақын бірінші орын алды. Одан кейін ғалым, жаңағы түрлі облысымызда қазір шараларға белсене қатысушы, белсенді жас Бақтыбай Жайлауов екінші орын алды. Жанартаудың алғашқы мүшелерінің бірі қазірде Атырау облысында тұратын Райхан Қуанышева үшінші орын алды.
тағы да басқа жастар ынталандыру орындарын бөлісті. Енді мында WhatsApp желісі арқылы сұрақ келіп тұр. Ара есімді тұрғын екен, қала тұрғыны. Сәлеметсіз бе дейді, сізге және ұжымыңызға сәттілік тілейміз, алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз дейді. Сосын Маңғыстау облысында ақындар үйі жоқ. Бұл мәселеге қалай қарайсыз дейді. Қысқаша енді айтып берсеңіз. Ақындар үйі жоқ деп мен өзім байбалам салмасам да қайта-қайта айтып жүрмін. Бізде қаламгерлер бас қосатын, ақындар бір жиналып, бір өлең оқып, әдебиет жайында немесе елімізде болып жатқан қандай да бір реформаларға, енді рухани жағынан біздің ақындарымыз әрине қажет. Солар бір бас қосатын, шүйіркелесетін, немесе бір көсіліп тұрып, мінбесіне шығып өлең оқитын шынында да ғимаратымыз жоқ. Ғимарат емес, тіпті бізге бір жаңағы кеңселік бөлме берсе де біз риза болар едік. Енді осы мәселе бойынша мен ұсыныс жасамақшымын облыс басшылығына. Қандай да бір енді үлкен аумағын білмеймін, шығармашылық үйі немесе ақындар үйін ашу керек деп ойлаймын. Мен өзім Жанартаулық ақындармен бас қосып тұрам. Сонда жаңа басар жеріміз жоқ, барар тауымыз жоқ. Бір-біріміздің үйімізге барамыз. Енді ол қанша дегенмен пәтерде болған жұмыс енді жөнді болмайды ғой енді. Сондықтан бас тірейтін бір кеңсесі керек. Бұл Арай дұрыс айтып отыр. Түсінікті. Енді мұнда сұрақ келіп тұр, тағы WhatsApp желісі арқылы. Қазақстан жазушылар одағының Маңғыстау облысында филиалы бар дегенді естиміз, бірақ олар немен айналысатынын, кім басқаратынын білмейміз. Ел ішінде олар одақ мүшелерінің көбеюіне емес, көбеймеуіне мүдделі дейтіндері де бар. Сіз не дейсіз дейді? Енді жазушылар одағының Маңғыстау филиалы бар, қағаз жүзінде. Оның төрағасы өлкемізге белгілі керемет ақын, журналист, ғалым әріп. Бірақ бұл мекеменің ешқандай да қаржылық ахуалы, қаржылық жағдайы жоқ. Сондықтан ол жұмысы да оның енді ғалым әріп ағамыз әртүрлі жұмыстарды жүргізіп жатыр өзінің қаражатымен, өзінің шамасы келгенше. Бірақ жаңағындай бір орталық болмағандықтан ол жұмыстар көрінбейді. Сондықтан жазушылар одағының филиалы ғимараты керек дейтініміз содан. Ал енді жаңағы пікірлерге енді мен қосылмаймын. Негізінен Қазақстан жазушылар одағына мүше болу өте қиын. Енді бір осы жерде айтқым келетіні, Қазақстан журналистер одағына мүше болу ондай қиын емес. Бірақ жазушылар одағына мүше болу өте қиын. Оның жаңағы критерий бойынша бірнеше кітабы жарық көру керек. Бірнеше республикамызға танымал атақты ақындар оған жаңағы нұсқаулық беру керек, кепілдеме, оның болашағы туралы. Сондықтан мен ойлаймын, шүкіршілік бізде мүшелері бар, болашақта да толығады деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Енді мұнда Тараз қаласынан Әлімбай Найзабаев дейтін азамат жазып отыр. Анар Шамшадинованың шығармашылығына шалқар шабытпен табыс тілеймін дейді. 2016 жылы Ақтау қаласында өткен атамекенін аңсаған Төлеген Айбергенов атты конференция өткені белгілі дейді. Сол жерде Ақтау қаласынан бір мектеппен көше атын Төлеген Айбергеновке беру мәселесі көтерілген еді. Соған қалай қарайсыз дейді. Төлегеннің Сағыныш атты өлеңі испан тіліне аударылғанынан хабарымыз бар. Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз дейді. Енді уақытты шектеулі, толығырақ емес, қысқаша айтып. Енді жаңағы Анар Амангелдіқызы, бірінші бір сұрақ бар екен, телефон тыңдап көрсек, сосын осы кеш жарық. Сұрағыңыз қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Қазақ ақындарының антологиясы әзір. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Және бір сұрағым бар еді, осы ақындық өнер тума талант па, әлде уақыт өте келе шыға ма? Және сіз не заттан шабыттанасыз? Жақсы сұрақ. Рахмет. Өзі әдебиетке жақын азамат сияқты. Қысқаша жауап берсеңіз, себебі уақыт шектеулі сұрақтар түсіп жатыр. Ақындық енді әрине Алла тағаладан беріледі. Мен Тамара досым айтатын, Тамара Сар. Алла тағала жаңағы талантты бір ыдысқа салып шаш жүрген кезде құрттай бір тамшысы тиіп кетсе, біз содан әнші боламыз, ақын боламыз дейді. Біз енді сондай Алла тағаланың сондай бір керемет қасиеті дарыған ақындар. Мен ойлаймын, ақын болып туылады, ақын болып өледі. Енді басқаша ешқандай оның орны жоқ, жауабы жоқ.
Ал Төлеген Айбергеновтың испан тілінде «Сағыныш» деген керемет өлеңі аударылды. Былтыр жаңағы қазақтың алғашқы испан тіліндегі антологиясы жаңағы менің өлеңдерім енген. Сол кітапта Төлеген Айбергеновтың сол өлеңі енген болатын. Әрине мен ойлаймын, көшеге, мектепке ат беруге мен пікіріңізді білгісі келеді. Қуаныштымын, өйткені ақындар, жазушыларымыз солар ұмытылмас екен, ғалымдарымыз ұмытылмас екен деп ойлаймын. Төлеген бұл қазақтың ақиқатына, қазақтың қай қаласында, Қазақстанның қай жерінде Төлеген Айбергеновтың аты естілсе, оның аты шықса, ол тек нұр үстіне нұр болар еді. Түсінікті, рахмет. Мұнда тағы бір сұрақ келді. Өсіп келе жатқан бала ақындарды қалай тәрбиелеп шығаратын республикалық дүниежүзілік деңгейде шығару үшін жоспарланған шаралар бар ма, және әкімшіліктен қолдау көрсетіле ме дейді? Өте орынды сұрақ. Енді ақындарды дайындау мүмкін емес, бірақ жаңағы мен Жанартау қоғамдық ұйымы құрылған кезде Жанартауға мүше болуға мен жастарды жинадым. Қолына қалам ұстап жүрген, өлең жазып жүрген, алғашқы тырнақалды туындылар жарық көріп жүрген жастарды жинадым. Бірақ мен оларды өз қамқорлығыма алған кезімде олар аттары беймәлім болатын. Жанартауға ұйымға кіріп, кештер өткізіп, оларға өлеңді қалай жазуды үйрету мүмкін емес, бірақ үнемі үлкен ақындармен, өзіміздің облысымыздағы үлкен аға буын өкілдерімен кездестіріп, өлеңдерін талқылатып, өлеңдерін газетке, жаңағы түрлі басылымдарға беріп, сондай да бір қолдаулар арқылы олар елге танымал болып, бүгінде енді жанартаулық екенін ұмыттай ма білмеймін, бірақ облысымызға тіпті қала барды, республикамызға танымал болып кетті. Енді жастарды тәрбиелеу, оларды жаңа поэзия әлеміне жетектеу мен үшін өте мәртебелі, өте абыройлы іс. Ол енді көп уақыт алады, көп қаржыны жетпеуі мүмкін, төзімділік керек. Мынандай қазіргідей өзі уақыт ештеңе таппаймыз ғой. Сол заманда оңай емес, дегенмен Жанартау қоғамдық бірлестігі бар кезде мен ол жастармен жұмыс істеуге ешқашан қашпаймын. Түсінікті. Ақынның мұңы дегенді қалай түсіндірер едіңіз? Ақынның мұңы деген бұл елдік мұң болады. Ақында тек қана елдік, үлкен ауқымды ғана мұң болады. Бұл жеке басының мұңына, отбасының немесе бір қандай да бір адамның мұңына көп берілмейді. Туған жерінің, туған тілінің мұңы болады деп қана түсінем. Әрине енді әртүрлі жағдай болады, тағдыр болады, өмір болғасын мұң болады. Дегенмен ол ақынның мұңы емес, адамның мұңы деп қараған дұрыс болар. Ақынның мұңы бұл елдік деңгейде болатын мұң деп есептеймін. Енді сізді ақын ретінде де біледі, жазушы ретінде де біледі, және бірінші кезекте менің ойымша журналист ретінде білетін болу керек. Жалпы енді көп жылдар телевидениеде жасадыңыз. Газетте тер төккеніңізді де білеміз көп жылдар. Жаныңызға қайсысы жақын, телевидение ме әлде газет пе? Жалпы енді мен шығыстану және журналистика факультеттерінде оқыдым. Екі факультетке оқуға түсіп, өмірдегі ең қуанышты күнімде папамнан таяқ жеген адаммын. Өйткені мен журналистикаға деген құмарлығым өте қатты болды да, мен шығыстанудан бас тартып журналистиканы оқимын деп, енді ол кезде кішкентаймын ғой. Сол кезде папам өмірі маған қол көтермеген, мені шапалақпен бір ұрған. Сол бірінші және соңғы алған шапалағым. Содан кейін мен есімді жиып шығыстануда және журналистика факультеттерінде қатар оқыдым. Және оқыған кезде телевидение саласында жұмыс істеуге өзім арманым болды. Және көп жыл солай істедім да. Және үнемі айтатым, мен газет жаңағы журналист емеспін деп көп айтатымын. Бірақ енді бірнеше жыл жаңа газет, Маңғыстау газетінде жұмыс істедім, Ақтау ақпарат газетінде жұмыс істедім. Дегенмен менің жаныма телевидение жақын. Қазіргі енді телеарнамыздың қарыштап, адымдап, қарыштап болмаса да адымдап дамып келе жатыр. Жастар бар. Сондықтан ойлаймын, мүмкін бір күн болмаса бір күн өзімнің мамандығыма оралуым да мүмкін. Енді мұнда Байтақ мекенім қоғамдық қорының төрағасы Сәбит Тоқымбетов және үйлестірушісі Қоңыратбай Испанов тілек жазып отыр. Құрметті Анар ханым, сізге шығармашыл табыс тілейміз. Алдағы жоспарларыңыздың ойдағыда жүзеге аса беруіне тілекшіміз дейді. Керемет тілектер. Енді әдебиетке бетбұрыс қандай?
қысқаша екі ауыз сөзбен, себебі хабарымыз аяқталуына санаулы минут қалды. Енді рухани жаңғыру деп үлкен ауқымды бағдарлама қолға алынып жатыр. Өте қуаныштымын. Экономикамыз бір деңгейге көтерілгені демек, әлеуметтік жағдайымыздың да бір қалыпқа келгені, енді рухани жағымызға көңіл бөле бастадық деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай аймағымыздағы әдебиет саласына деген бетбұрысты жақсы деп бағалай алмаймын. Қаламгерлерге қамқорлық жоқтың қасы, қанша дегенмен ақын болғасын, жазушы болғандықтан оларға үнемі шабыт керек, қолдау керек. Мысалы, қазіргі кезде мемлекет тарапынан ешкімнің кітабы шығарылмайды. Шығарылған күнде де оларды бұрынғыдай мемлекет сатып бермейді. Әкімдіктер ақындардың кештерін бұрынғыдай өткізе бермейді. Ойлаймын, бетбұрыс жақсы емес. Енді рухани жаңғырудың аясында бетбұрыс болама деп үміттенемін. Керемет. Енді қысқаша екі ауыз сөзбен алдағы жоспарыңызды айтып өтсеңіз, және көрермендерге, жас ақындарға айтарыңыз бар ма? Енді мен өзім де Бакудан жаңағы түркі мемлекеттерінің жас ақындарының одағының шарасынан келіп отырмын. Сондықтан енді менің жастарға көп ақыл айта алмаймын. Менің алдымда үлкендер бар, аға буын өкілдері бар. Өзімнің ойым, кеңесім, енді мен өзім өлеңді кішкентай кезімнен бастап өлең жаздым. Өлеңге қатты іңкәр болдым. Ешқашанда өлеңнен зиян шеккен жоқпын, одан қасірет шеккен жоқпын. Қайта өлең әрқашан менің жаныма жалау болды. Өмір жолдарында тіпті кейде маған бағыт беретін. Сондықтан ойлаймын, егер өлең тұнған жүректеріңіздегі жаңағы сезім ешқашан алдамайды. Поэзияға деген құштарлықтарыңыз ешқашан кемімесін. Қазақтың қара өлеңіне деген ықыластарыңыз суымасын. Ешқашанда мен өзімнің бірнеше өлеңдерім бар. Мен дүниеде неден түңілсем де, неден зарықсам да, неден торықсам да, қазақтың тілі мен қазақтың қара өлеңінен ешқашан көңілім суымайды деп жазатынмын. Сондықтан әлде де сол пікірдемін. Мен үшін қазақтың қара өлеңі дүниенің бәрі деп айтуға болады. Бұл енді жаңа тұрмыстық деңгейде емес, рухани деңгейде ойлайтын нәрсе. Сондықтан өлең жазатын жастарға өлең жаза беріңіздер деп тілеймін. Рахмет, Анар Амангелдіқызы, сізге шығармашылық табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Енді Маңғыстау облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің атынан және Маңғыстау телеарнасы ұжымының атынан алдағы уақытта үлкен жобаларыңыз бар, жоспарларыңыз бар екен, жаңа айтып жатсыз. Алдағы уақытта ағылшын және француз тағы басқа тілдерде шығады деген үмітте екенсіз. Сол ойларыңыз ойдағыдай жүзеге аса берсін. Сәттілік сізге. Рахмет, уақыт тауып келіп осы сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін. Жақсы, жағымды жаңалығыңызбен, жанға жағымды жаңалығыңызбен осы маңғыстаулықтармен бөліскеніңіз үшін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен сұхбат тайм хабарын кезекті санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше саушылықта жүздесейік.